Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Бүгінгі видеомызда осындай әдемі копилка раскраска жасайтын боламыз гипстан. Қараңыздар қандай әдемі. Ал бізге енді не керек екенін таныстырып өтейін. Гипс керек. Менде міне пакетте килограммен сатып алынған гипс Г16 деген скульптурный гипс деп аталады. Сондай гипс. Егер бұндай гипс таппасаңыздар, онда Г4, Г6 деген сияқты строительный белый гипсті алсаңыздар болады. Формамыз не осындай. Асты тесік, осы жақтан құятын боламыз гипсімізді. Және де канцелярский мынандай нелер, скрепка дейма, зажим дейма, осындай бірнешеу керек болады. Және де астына кішкентай тақтайша, менде бұл осындай біздің тоқымаға арналған донышкаларымыз менде. Сонымен қатар бір ыдыс, гипсті езуге арналған, су, пышақ, және менде су тұр былайынан, и ішінде кисточкамен мынау гипсті араластырғанға арналған осындай таяқша. Осы заттан барлығын дайындап аламыз. Енді алдымен гипсімізді еземіз. Так, гипсті езбес бұрын неміздің жан-жағына былайынан қатты қысып тұру үшін осылай ұстатып қоямыз жан-жағынан. Осылай шеттерін барлығын ұстатып алдық. Енді гипсімізді еземіз. Жұмыс істейтін орындарыңызға мынандай пеленка ма бір нәрсе төсеп қойыңыздар. Гипс төгіліп жан-жағыңыздың барлығын ылғамас үшін. Так, бір, екі үлкен қасықпен гипс алдым. Енді осыны қазір несіп аламыз. Кішкене су құйып, қатты сұйық емес, қатты қою емес. Араластырып аламыз. Қараңыздар, однородный болды. Комоктардың барлығы езіліп. Енді осыны былай формамыздың ішіне құйып араластырамыз. Так, мен жаққа тағы кішкене су құйып қоямын. Тоже гипсім қатып қалмасын деп. Ішіндегі. И енді осыны былай айналдырамыз. Қараңыздар, егер мына жағына, мына шеттеріне жететін кезде төгіліп кетуі мүмкін, сондықтан да қолдарыңызбен былай ұстайсыздар. Осылай жан-жағының барлығына гипстің бір қабатын тигізіп шығамыз. Так, вроде барлық жеріне тиген сияқты үшін. Бір слойын осылайынан айналдырып жағып алдық. Қараңыздар, ішінде кейбір тимей қалған жерлеріне осылай кисточкамен ақырын тигізіп қоямын. Енді қоя тұрамыз да, ішінде тұрған суымызға тағы да 2 қасық, 2 немесе 2,5 қасық салып езіп аламыз. Барлығы езілді. Ішіне ақырындап қоямыз.
Енді екінші слойды тоже осылайынан айналдырып, жан-жағын барлығынан басынан барлық жеріне жеткізіп айналдырып аламыз. Өстіп айналдыра берсеңіздер, жаңағы гипстарыңыз өзі жайлап қоюланып қата бастайды. Жан-жағын барлығына жеткізіп, мынандай ішінде қатты қалың болып қалған жер болатын болса, кисточкамен осылай жөндеп жібересіздер. Қатты қалың болып қалған жерлерін. Екінші слойымыз кетті, енді үшінші. Екі. Қараңыздар, менде үшінші слой прям сұйықтау болды. Егер үшінші слойды жаңа қою қылып алатын болсаңыздар, ішіне құйғаннан кейін бір айналдырып өткеннен сразу қатып қалады, яғни жан-жағына айналдырып үлгермейсіздер. Сондықтан да желательно үшінші слойды осылай сұйықтау қылғандарыңыз жақсы. Мен ең бірінші жасаған кезде весыға өлшеп 300 грамм алғам. Ол ең бірінші жасаған кезде, ешқандай мастер-класс ештеңеге қарамай, сол кезде аз оқыған болатын. Ыңғайсыз екен, 300 граммды езінді, барлығын ішіне құйып, түбін жауып араластырған болатын. Нормально бірақ шықты, бірақ формаға 300 грамм ол формаға азық болып қалды. Стенкалардың бәрі жұқа болып сынып кетті шығарған кезде, формадан шығарған кезде. Жан-жағын барлығына осылайынан тиісін, өстіп шеттерінің барлығына. Көріп тұрғандарыңыздай, стенкасы уже қалың болып келе жатыр. Болды ғой деп ішінде. Болды, уже жаңағы сұйықтың барлығы стенасында осылай қалың болып қата бастады. Қалың болып кетті бір жері деп еғымас үшін кисточкамызбен осылай жан-жағына жағып қоямыз. Яғни бір жерде қатты көп қалың болып кетпес үшін. Енді келесі төртінші слой. Төртінші слоймен бұл соңғы слой болады, қазір төртіншісі. Суымды алдым. Үстінен гипсімізді қосамыз тағы да. 2 қасық. 2 немесе 3 қасық ала беріңіздер. И тоже қатты қою болып қалмасын. Қою болса басына қарай кіріп, қайтадан төмен қарай ағып толық түспей қалады. Болды, езілді, комоктар жоқ сияқты ішінде. Болды, енді соңғы слойымызды құямыз. Бір рет өстіп айналдырып, бірден түбіне жауып, қараңыздар, түбіне жабамын да төңкерем. Кішкене жан-жағына ақ кетуі мүмкін, қорықпаңыздар. Ағып сыртынан шығып кетті ғой деп. Мен көрдіңіздер ғой, ақ келе жатыр. Осылай жан-жағын барлығына тию үшін өстіп бір шайқап аламын. Кішкене ұстап тұра тұрайын. Міне осылай енді формасында, қалыбында бір 15-20 минуттай тұра тұрса,
одан кейін барып ашып ала берулеріңізге болады. Ашып алып арт жағынан қазір тиын салатын тесігін жасайтын боламыз. Шайқалмайды, уже болды. Ішіндегісі де кеуіп бастап жатыр. Енді осы немізді қойып қоямыз. Осы форманы так 10-15 минуттан кейін формамыздан алатын боламыз. Ол формамыз қатқанша, мысығымыз қатқанша мен аюды да қойып тастайын. Так, гипсімізді қосып аламыз. Бір, екі. Айналдырамыз енді. Және қыздар, айта кетейін, егер осылай формаларыңызға гипстарыңыз жұқпай жататын болса, онда кәдімгі пва клей бар ғой, сол пва клейден кішкене қосып жіберіңіздер. Бір шай қасықтай қосып жіберсеңіздер болады. Менде осы аюды жасаған кезде, ең алғаш осы формамен жасаған кезде жан-жағына гипсім жұқпай қойған. Сол кезде қыздардың кеңесімен пва клей қосқан болатынмын. Осылайынан қыздарға айтып едім, қыздар пва клей қосып жіберсең болады дегеннен кейін пва клей қосып жасап көрдім. Мынандай кәдімгі нелерде канцелярский заттар сататын жердегі пва клей, осы пва клеймен қосып жасап едім, бірден жан-жағына ұсталды. Опа. Так, маған мына гипсін тастау керек. Қараңыздар, қыздар, көрдіңіздер ме? Стенасына қатқаған, ішіне түсіп кетті. Енді бұл жаман болып қалады, іртік жаман болып қалады. Көрдіңіздер ғой, міне қараңыз, жан-жағын барлығы түсіп жатыр. Алдыңғы жасаған кезде қатқаған гипстарым түсіп жатыр, қараңыздар. Қазір мен мынаны ішін тазалап, әдемілеп, қайтадан езем. Қараңыздар, барлығы түсіп, іртік жаман болып қалды. Міне осындай жағдай болмас үшін, мына жан-жағына қатқағанын бір нені форманы заливать етіп болғаннан кейін қайтадан ауыстырып алу керек, қараңыздар. Келесі растворымды жасап алдым гипстан. Жаңалап. Енді осыны да айналдырамыз жан-жағына. Ішіндегі мына растворымыз, құрғағанша өстіп айналдырамыз жан-жағына. Опа. Асықпай жан-жағына айналдырып жүріңіздер. Жүй төгіле берді ғой.
Қараңыздар, қойып алып қойсаңыздар, осылайынан бір айналдырғаннан кейін ақ бірден қатып қалады. Сондықтан да қатты қойып алмаңыздар. Қойып алып қойсаңыздар, осылайынан бір айналдырып болмай жатып қатып қалады. Жан-жағының барлығына осылайынан қалың болып қатып қалады. Сол кезде мен осылайынан кисточкамен аламын да. Қалың болып қалған жерлерін. Осылайынан. Әдемілеп жан-жағына жағып шығамын өстіп қалың болып қалған жерлерін. Кисточкамыз әрдайым суда тұрсын, әйтпесе басы қатып қалады, сосын келесі жұмыс жасағандарыңызда ыңғайсыз болады. Осылайынан суда тұрсын. Так, 3 слой құйдық. Енді 4-ші слойымызда біз мына формочка немізге қоямыз. Тақтаймыздың үстіне қоямыз. Әсіресе осы 3-4 слойда вообще қою қылмаңыздар, қыздар. Мен өз опытымнан айтып тұрмын, себебі қою болып қалса, потом түбі толық жабылмай қалады. Ол сосын өздеріңізге қиын болады, артынан тағы бір жұмыс болады. Төртінші слойға мен көбірек аламын. Түбінің барлығы жабылу үшін. Сұйықтау болсын 4-ші слойдағыларыңыз тоже. Дайындаған гипстарымыз. Осылай айналдырып, бірден жаққа қалайын. Тақтаймыздың үстіне қойып, сәл бетіп жан-жағына айналдырып, оппа. Қолдандай кетті. Айналдырып аламыз. Так, вроде сұйық ештеңе неғып тұрған жоқ. Қоя берсек болады. Так, шетке қарай қояйын. Так, сынады. Енді түбі толық жабылсын деп тілейік. Шетіне қарай шығып кеткен сияқты тұра берсін. Біздің формамыз әлі жып-жылы, прям ыстық болып тұр. Сәл тағы да формада бір 5-10 минуттай тұра тұрсын, одан кейін барып ашамыз. Біздің 15 минут уақытымыз өткен шығар. Енді мысығымызды формасынан алайық. Бірінші ақырын астын түсіріп аламыз. Шылып кетпей. Қараңыздар, мына жері жұм, мына жақта қалқалды. Аяғының бас жағы жұм қалқапты. Қазір оны тоже жөндейтін боламыз. Мынандай шеттегіндегі мынандай нелердің барлығын бүйтіп қолдарыңызбен не қылсаңыздар да түсіп қалады. Мен ақырын өстіп пышақтың ұшымен қарасам, мынандай ровно емес сияқты болып тұрған жерлерді асықпай ақырын істейміз. Осылай ровно емес жерлерін ақырын пышақпен алып тастасаңыздар болады. И сосын қазір аяғын көрсетемін. Егер осылайынан жұмып қалған болса, дұрыс емес шығып қалған болса, мынандай бір жерлері кисточканы аламыз. Так,
сынаған қазір ішінде көрдіңіздер ме? Қыздар, тағы да бір айта кетейін дегенмін. Мынандай пластмасса салыңыздар, мына менде сметананың ыдысы немесе пластмасса андай нелер болады ғой, одноразовый стакандар болады ғой, сондайлар қолданыңыздар. Мен ең алғаш жасаған кезде мынандай бокалға жасағанмын ғой, қараңыздар не болды. Ішінде гипс қатып қалды, мынадан шығара алмайсыздар. А мынандай пластмасса ыдыстар арнасаңыздар, гипс қатқан кезде жан жағын барлығын осылай мыжып гипстарды түсіресіздер да, сосын мусорға тастай саласыздар. Осылай мыжсаңыздар түседі. Мусорға тасталдым. Енді осының ішінен кішкене ғана гипс салып қойыңыздар. Су құймаймыз, үстінен су құймаймыз, қыздар. Қазір біз работа над ошибками жасап жатырмыз. Түбі түсіп қалды, енді соны жөндеу керекпіз. Кисточкамызды мына суға батырып аламыз да. Мына жерден кішкене ғана аламыз. Кішкене ғана алдық. И осыны мынаның аяғына бүйтіп жағамыз. Пока аяғы толғанға дейін. Аяқ толғанша осылайынан гипсімізді алып мына жерге кисточкамызбен толтырамыз. Өйстіп уже қатты байқалмайды. Потом наждақпен әдемілеп шлифовка жасасаңыздар болады, шлифовать етіп. Бірақ асықпай ақырын істейтін болсаңыздар, ештеңе білінбейтін болады. Көрдіңіздер ғой, осылайынан жайлап төтегі жонып қалған жерін аяғының жабамыз. Болды, қараңыздар. Жабылып қалды уже жаңағы несі. Так, міне. Жаңағы қандай шұңқыр болып тұрады. Осылай асықпай жабамыз. Мына жерде бар екен ғой. Қараңыздар, мына жерінде де. Көрдіңіздер ғой, мына жерінде де тұр. Сол жерде қазір ақырын гипсімізбен жабамыз. Кисточкамыздың көмегімен. Болды, қараңыздар. Көрдіңіздер ғой, міне жабылды. Түп-түз болып, жаңа ойық болып тұрады. Осылайынан жаңағыдай асты ровно емес, сондай тесік бір нәрсе болып қалса, ақырын жабуға тырысыңыздар. Мысалы, тесік болып қалатын болса, қайтадан үстінен гипс езіп ішіне құйып, бірден төңкеріп қоя қалсаңыздар, жаңағы тесік жері қайтадан жабылады. Осылайынан кішкентай ғана мынандай жұлынып қалған болса, формаларымыз менің сияқты мынандай ағаш емес, енді бетіне білмей пакет қойып па, либо пластмассовый неге қойсаңыздар, жұлынбайтын менде ағаш, сол үшін ағашқа жабысып қалады, и сонымен жұлынып кетеді. И болды, жауып қойдық. Қараңыздар, әдемі болып шықты. Енді арт жағынан былай карандашпен сызып аламын. Тура ортаға түсті ма? Вроде тура ортаға түсті, иә. И сосын осы жермен ақырын пышақпен. Так. Енді осы немізді карандаштың бойымен бүйтіп сызып, осы жерді ойып аламыз пышағымызбен. Асықпаймыз, ақырын. Осылай пышақпен асықпай
ақырын мына жердің барлығын ойып аламыз қыздар. Мен қазір өзіме жақындатпасам камераның бер жағынан прям кішкене ыңғайсыздау болып тұр маған. Міне қыздар, арт жағын осылайынан асықпай тесіп алдым, тиын салатын жерін 100 теңге салып тексеріп көріп отырыңыздар, 100 теңге сиятындай етіп. Міне сонымен біздің мысығымыз дайын болды. Енді қазір аюымызды ашып көрейік. Так, аюымыз не болып жатыр екен? Қараңыздар, толық жабылмай қапты, аяғы ашық жүр. Көрдіңіздер ғой, осылайынан болатын болса, кішкене гипс аласыздар да, кисточкамен. Енді бұл кішкентай тесік болса, әрине. Ал үлкен тесік болса, уже біраз езіп құю керек болады. Көп алып, мен бүйтіп прям ішіне қарай кіргізіп жатырмын, жаңағы тесіктен ішке қарай, яғни жұп-жұқа бір слой ғана емес, кәдімгі ішіне қарай кіріп тұру үшін, қалың болу үшін. Көрдіңіздер ғой, осылайынан жаңағыдай асы жабылмай қалған болса, немесе жонып түсіп қалған болса, осылай кисточкамен, гипспен ақырын ғана жауып қойсаңыздар болады. Міне мына жер кішкене кепсін енді, одан кейін барып ашып, аша беруге болады. Мынау кішкене кепсін осылайынан тұрып. Сіздерге бәрі түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Енді қараңыздар, мына жері неровный біртүрлі болып қалды. Наждақпен алып, әдемілеп қырып жіберсеңіздер, ровный бірдей болып шығады. Түбін жаптық. Болды. Енді кішкене тұрып кепсін. Одан кейін аша беруге болады. Енді бұны ашып көрсеткен видеоға түсірмей қояйын. Самое главное, көрдіңіздер, иә, екі рет түбі түсіп қалған болса қалай жөндеу керек, түбі кішкене тесіліп жабылмай қалған болса қалай не қылу керек, жабу керек деген сияқтыларын. Осымен біздің мастер-классымыз, гипстан жасалған копилкамыздың мастер-классы соңына жетті, қыздар. Осындай әдемі гипстан копилка жасадық. Қараңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Өзімнің білгеніммен осы YouTube каналында бөлісіп отыратын боламын, қыздар. Сондықтан да каналға тіркеліп қойыңыздар. Алдағы шығып жатқан жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін. Және айта кетейін, қыздар, мынандай формаларды менен сатып ала аласыздар. Мен осындай формаларды сатамын. Инстаграмнан жазсаңыздар, в наличии бар ма, жоқ па, соны айтып, және де бағасы қанша екенін, доставка қанша болатынын барлығын Инстаграмда жауап беретін боламын. Менің Инстаграм парақшам Шебер Гүлназ деп іздесеңіздер шығады. Ал қыздар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.